Павлодарлық ақын «Алтын қалам» республикалық байқауына қатысып, жеңімпаз атанды. Қанжығасына 1 миллион теңге байлап қайтты. Аталмыш әдеби жүлде қандай аталымдар бойынша ұйымдастырылды? Алтын қалам республикалық байқауы жыл сайын Алматы қаласында өтеді. Биыл 11-ші рет ұйымдастырылған конкурсқа павлодарлық сатирик ақын Алпысбай Қоншы қатысты. Жерлесіміз көктем айында Алтын қалам сайтына 2 аталым бойынша туындыларын жіберген. Нәтижесі міне күні кеше шығып, қанжығасы 1 миллион теңгеге майланды. Мынау балалар әдебиетіне арнайы жазылған «Тел қасқа» деген әңгімемді ұсындым. Және сатираға бұл түпән талып қалды, не тағы да басқа бірнеше қысқа әңгімелерімді, әзіл өлеңдерімді жіберген болатынмын. Енді міне 27 қазан күні Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Алматы қаласында Алтын қалам республикалық әдеби байқауының қорытынды шарасы өтті, марапаттау рәсімі болды. Енді Алланың қалауымен, Қазылар алқасының шешіміменен менің осы 2 жанрға да үкілеп қосқан шығармаларым үздік деп танылған екен. Жеңімпаз атанып, қуанышпен осы Алатаудың бөктерінен Алтын қаламды ертістің жағасына алып келдім. Алпысбай ақын Алтын қаламда жылдың үздік сатирасы, дарабоз номинацияларын иеленіп 1 миллион теңгені алды. Айта кетейік, Алтын қалам жүлдесі үздіктерді қаламгерлер емес, оқырмандар анықтайтын Қазақстандағы бірінші конкурс. Биыл әдеби конкурсқа 7 номинация бойынша қатысуға 408 автордан 600-ден астам шығарма келіп түскен. Самал Қалиқызы, Ниязбек Смағұл, ертіс ақпарат.